Жетім қыздың монологы. Балалар үйінің терезесінен үнемі сыртқа қараймын отырмын. Сол сырттан әлдекімді күтемін. Әлдекім дегенім, ол сенсің ғой, мама. Білесің бе, мама, мен орындығымды әкелемін де сені күтіп отырамын. Кейде түсімде сені көремін. Шашы ұзын әйел кетіп барады. Артынан жүре бергенімде ол сұлуға ғайып болып кетеді. Кейін оның түс екенін біліп жылап қаламын. Білесің бе, мама, кеше мені тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, ешнәрсе бүлдіргенім жоқ. Сен жай ғана терезе алдында тұрған құлатып алдым. Күнделікті сені күтіп отырғаным. Қақпадан жүзі жылы әйел кіріп келді. Оны өзімнің мамам екен деп, сен екен деп айқайлай бергенімде, мама, мен мұндамын, мама дей бергенімде, терезе алдындағы гүл жерге құлап кетті. Мен оны тәрбиеші апай көріп қоймасыншы деп тез жинай бастағанымда, тәрбиеші апай келді де ұра жөнелді. Тәрбиеші апай, кешіріңізші, енді қайталамаймын дегеніме қарамастан ұра берді. Сол апайдың қаны, мына жерім қатты көгеріп ауырып барады, мама, мен мұны жетімдер үйінен жалғып кеттім, мама, мына жерден шаршадым. Мені алып кетші, мама. Білесің бе, мама, сол апайдың маған не дегенін? Ей, жетімек, сен өз ата-анаңа керек болмағанда, маған қайдан ғана керексің деді. Сол сөздері жүрегіме қатты батты. Мама, өтінем, мені мына балалар үйінен құтқаршы. Адам емес, хайуан да өз баласын қорғаштай береді емес пе, мама? Сен хайуан емес, адамсың ғой, мама. Сен менің мамамсың ғой, мама. Уа Тәңірім, кішкене ғана жүрегіме жылулық сыйлайын. Кішкене ғана жүрегіме сенен жалынып сұраймын. Менің анама титтей болса да мейірім шуағын төкші. Сөйтсем ол мені осы жерден құтқарсыншы.